Қайырлы күн достар, сіздермен Диляра. Бүгін сникерс пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнмен қопсытқышты араластырамыз, үстіне қант қосамыз. Жақсылап араластырып, бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Немесе мұздатқышта болса, үккіштен өткіземіз. Сары май қатты болғандықтан үккіштен өткізіп алып, үстіне какао мен жұмыртқаны қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойса да болады. Мен бірден формаға саламын. Пергамент қағазын үстіне оқтаумен жайып шығамыз. Қамыр жабыспас үшін бетіне пергамент қағазын төсеп, жайып шықса да болады. Форма диаметрі 24 см. Шетіне міндетті түрде бортиктер жасап шығамыз. Өйткені бізде салмасы болады. Салмасына сүзбе, қант, жұмыртқа, қаймақ және ванильді қант қажет. Барлығын бірге араластырамыз да погружной блендермен езіп шығамыз. Бізде салмасы дайын болды. Енді қамырдың бетіне салып шығамыз.
Бетін тегістеп болған соң, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіреміз. Пирогымыз дайын болды, енді толықтай суытамыз. Енді глазур жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге шоколад, сары май және арахис қажет. Барлығын водяной баняда ертіп шығамыз. Шоколад пен сары май еріген соң, соңынан арахисті қосып араластырамыз. Глазурымыз дайын болды. Енді толықтай суыған пирогтың үстіне жағып шығамыз. Осындай әдемі пирогымыз дайын болып шығады. Сникерс пирогы сүзбелі салмасымен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақтарыңызға, үй-ішіңізге ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді әрі тез дайындалатын пирог. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналымда әлі көптеген рецепттер болады. Астарыңыз дәмді болсын.